Құрметті Әлихан Асқанұлы, мен өзімнің депутаттық сауалымда зейнетақы жасын төмендету мәселесін көтермекпін. Соңғы кездері үкімет пен бұқаралық ақпарат құралдарының талқысының басты тақырыбы болып жүрген бұл мәселе туралы әлеуметтік желі арқылы маған күн сайын 10-нан астам өтініш хаттар келіп түседі. Депутаттық мандатты алған уақыттан бері, яғни 3 жыл бойы бұл өтініштер артпаса кеміген емес. Халық үніне құлақ асатын мемлекет боламыз дегеніміз рас болса, ендігі жерде бұл мәселені жылы жауып қарап отырғанымыз дұрыс болмайды деп есептеймін. Сөз басында айтқан әйелдердің зейнетке шығу жасын өзгерту туралы өтініштерін ендігі әрі ысырып қоюға менің арым шыдамайды. Сол өтініштерге сәйкес әйелдердің зейнетке шығу жасын 58 деп бекітіп, ал егер әйел әрі қарайда жұмыс істеймін десе, өз құқығы, өз еркі деп қарастыруыңызды сұраймын. Депутаттық сауалды қарап, нәтижесі бойынша заңмен белгіленген мерзім ішінде жазбаша жауап берулеріңізді сұраймын. Бүгін осы мәселемен шығып отырмын. Осыған дейін қазір күшіне енген заңда 63 жаста әйел зейнетке шығу керек дейді, және өмір сүру жасы 71 жас. Сонда бар жоғы өмірдің қызығын көруге бізде 8 жыл бар ма? Өмірден алар еншісі осы ғана ма әйел адамдардың, ер азаматтардың да? Бұл мәселені енді жылы жауып қоюға болмайды.